Маккуин, Бобби Безілдек және Кейл Салликс пит-стопқа кеп аялды. Шөуіне қызға қарайсың, я, Дарал. Я, Боб, осы шөуін тамашалағанға не жетсін? Неге бөгелдің, сіресіп қалды ба? Жоқ, өзің сіресіп қалдың, Маккуин. Тауып айтты, Кейл. Найзағай, Бобби және Кейлмен жарысқанда не сезінесіз? Ең бастысы бір-бірімізге деген құрмет. Олар негізі мықты қарсылас. Құтты болсын, бауымызда! Осыдан қуып жетейін. Құттықтаймын, Кейл. Ықыласыңызға рахмет. Күнді керемет күн. Хей! Уидо! Өте күлкілі, күліп қалыңдар. Шаңғап сырқоттап! Қалай, демеушілерім маған риза ма? Қашанғы жеге бермексің, жетер, сататын тауарымыз да қалмады. Найзағай, Маккуин. Сәлем, Текс, сүйікті бәсекелесімнің жағдайы қалай? Я десең болды. Кейлді Диноркадан шығарамын да, сені аламын. Әде істеп тұрсыңдар, я? Бәрін естідім. Жақсы, Кейл, көріскенше. Болып жібермесе. Я ренжіне, қалжың ғой. Тымырақ, кішкентайы! Тымырақ, үлкені! Тағы бір керемет сайыс. Найзағай мен Безілдек сөңгі қағыстырып келеді. Түтінге қақалған жоқсың ба, Бобби? Байқа, өзің қақалып қалып жүрме. Жалау бұлғанда бұл соңғы жарты айналып, Маккуин алда. Онда қуып жетіп көр. Жеңімпаз Бейсен Қарадауыл. Бұлай болады деп кім ойлаған? Найзағай да, Бобби де оны байқамай қалды. Найзағай Маккуин жарыс додасына қатысқалы бері мәресізігін дәл осындай сұрапыл жылдамдықпен кесіп өткен жарыскерді бірінші рет көріп тұрмыз. Ей, Бобби, мынау кім? Ол Джексон, Қарадауыл. Иә, жаңадан келген.